Sığınmacılar. Aşağımız. Hatta bilgilerimiz aşağımız. Bugün sabahta mutluyum. Sabahında kadar gündem olursa gündem olursa Tuzlandanın және tuzlandanın türleri. Жазып тақырыпты? Тақырыпты жазсақ бүгінгі сабақты ашу мақсатында қараңдар оқушылар мына жерде сарғыша бар сарғыша ішінде ашқан кезде қазір әркім суреттер болады. Бір оқушыдан мына жерге шығып тастап ашады, сандықта ішінде қандай сурет тұрады, сол суретті бойынша сипаттама беру керек. Не көріп тұр, соны сипаттама беру керек. Біріншісі сипаттама береміз. Суретші бөлім сурет көрсеткен. Не талсын сіздер? Оқшаш сіздерді айтып болсын, бұл жайлы не білеміз, сол жайлы айтамыз. Бұл жайлы олар аяқ жақта өсе береді, сол жақта өсе береді. Айтшы, деміз айтшы. Айылмайшы, бұл жайлы емес. Гүлде қандай процесстер жүрген жина? Бүгінгі білім тақырыбын сіздерге қысқаша түсіндіру дейін. Мына жерде көріп тұрсыңдар, бұл менің үсті бөліміміздің, көріп тұрмыз, алдымен бөлімнің құрылысын түсіндіру дейін. Сыртында көріп тұрсыңдар, мына жерде жасылмен тұрған бұл бізде бөлім тостағаншасы болады. Ал мына сарымен тұрған бізде бөлім күлтесі. Күлте ол тек қана сары болмайды, ол әртүрлі сендер гүлдерді көресіңдер, ол гүлдердің түстері әртүрлі болады, сол түстері осы күлтелеріне байланысты. Яғни күлтесінің түсі әртүрлі болады. Осы күлтесімен тостағаншасы бірігі гүлдің сүйегін құрайды. Ал одан кейін гүлдің көбеюіне қатысатын ішінде көріп тұрсаңдар, мына жерде сыртында бізде аталықтар болады және де ішінде бір арналығы болады. Осы аталықтың арналығы көбеюге қатысады. Енді қазір дәптерлерге жазылады. Бізде тозаңдардың екі түрі болады. Өздігімен және арқасы тозаңдардың. Жазыламыз. Өздігімен тозаңдардың және де арқасы тозаңдардың.
өздігінен тозаңдану ол қалай жүреді? Өзі аты айтып тұрғандай ол өздігінен тозаңданады, иә? Яғни осы бір гүлдің мына жерде көріп тұрған аталықтарының тозаңы осының гүлдің ішіндегі аналықтың аузына келіп түседі де тозаңданады. Яғни бір гүлдің ішінде жүреді. Ал айқас тозаңдану деген осындай бір гүлдің қасында тағы бір екінші гүл болады. Сол екеуі, яғни бірінші гүлдің аталығы екінші гүлдің аналығына аузына барып түскен кезде сол бізде айқас тозаңдану болады. Жаңа сабақтың басында сандықшаның ішінен қандай екі түрлі суреттер көріп едік, гүлден бөлек көбелек және ара көрдік, иә? Сол көбелек және де ара, олар бізде айқас тозаңдануды жүзеге асырады, яғни бірінші гүлдің аталығы екінші гүлдің аналығының аузына апаратын осы бізде көбелектер болып, көбелектер және де аралар болып табылады. Оқушылар, қазір енді жеке жұмыс орындаймыз. Бірінші мына жерде бізде гүлдің құймалары берілген. Осы жерден гүлдің құймаларынан бізге гүлді құрастырып шығу керек. Кім шыққысы келеді? Еріктілер бар ма? Шығауы еңдір. Тағы шығатындар қайын шықты. Жақсы мирас шығауы. Рахмет. Жақсы. Отыра ғой. Ернұр. Мирас. Ой. Жақсы, дұрыс. Айналып тұрған келсін. Жақсы, отыра ғой. Оқушылар, енді бізде осы екі оқушы құрастырды. Гүлдің құрылысын енді кім атағысы келеді осы гүлдің құрылысын алады? Айгерім шығалы. Аталығы, тұрғанша, аталығы. Дұрыс. Тағы атайтындар бар ма? Айгерім шығалы. Тұрғанша, күтте, аналық, аталығы. Оқушылар бізде деген жаңағы алдыңғы оқушылар гүлдің құрылысын атады және де гүлді құрастырды. Енді осы жердегі гүлдің құрылысындағы мүшелердің қызметтерін кім айтқысы келеді? Айналым айта ғой. Дұрыс, көбеюге қатысады, жақсы. Браво. Тағы айтатындар бар ма? Шығауы. Ол гүлдің жерін құрайды, және де гүлдің құрылысы арқылы аналар көбелектерді өзіне шақырады. Жақсы, дұрыс. Тозаңдады ғой, яғни өзіне шақырады. Оқушылар, қазір енді бізде екінші кезеңде топтық жұмыс болады. Сіздер қазір осы үш топта бөлініп отырсыңдар. Бірінші топ пен екінші топқа қазір Вейн диаграммасын береді. Бірінші топ жел арқылы айқасқандан емес, бұлар дене арқылы айқасқандардың айырмашылықтарын сұрақталады. Екінші топ өздігінен және айқасқандардың және үшінші топ симпейтация, яғни кесте береді. Соны сіздер құрайтын боласыздар. Бұл топтық жұмысқа сіздерге 7 минут уақыт беремін. 7 минутта жазып беремін. түседі. Бұл өздігінен тозаңдану деп аталады. Тозаңдану екеуінің
Tuzam aqldan aloqa түседі. Дұрыс. Айқасыздандыру басым және прогрессивті құбылыс. Өйткені бұл тәсілде біршама әртүрлі жағдайда өскен аталық пен аналықтың даралардың қасиеттерін біріктіруші ұрпақ түзіледі. Жыл арқылы тозаңдандыру дегеніміз ол бірінші гүлдің аталығы ұшып, жыл арқылы ұшып, екінші гүлдің аналығының ауызға түседі. Бунақ дене арқылы астан тозаңдыру жәндіктер арқылы мысалы ара және аналықтың аузына келіп түседі. Екеуі де аналықтың аузына түседі. Заман түрлері өсірілген жел арқылы, бунақ дене арқылы өсімдік түрлері бұршақ, бидай арпа, қайын терегімен, үрме бұршақ, сығыр. Анықтамасы бір гүлдің аталығы өз аналығынан ауызға түседі. Жел арқылы бір гүлдің аталығынан тозаңы екінші гүлдің аналығының аузына жел арқылы түседі. Бір гүлдің аталық тозаңының басқа гүлдің аналық аузына түседі. Оқушылар жақсы топтық жұмыстың барлығын аяқтадық. Жарайсыздар, енді біз сабақтың соңына келіп қалдық. Сабақты аяқтау мақсатында біз қазір 3 әдісімен аяқтайтын боламыз. Ол жерде яғни 3 әдісі. Бірінші топ маған қызық болды, екінші топ маған қиын болды, үшінші топ және маған құнды болды деген әдіс. Бұны кім айтқысы келеді? Айтқысы келетін болма. Сабақ бойынша 3 әдісімен аяқтайды. Айол майдауы.